ерте және орта ғасырларда қандай мемлекет болса да Қазақстан аумағындағы түркілерден жалдамалы әскер құруға тырысатын болған. Орта Азия түркілері соғыс өнеріне тез бейімделуімен, шыдамдылығымен, ержүректігімен және талантты қолбасшылар шығуымен ерекшеленді. Түркілерден құралған жендеттер Сасанид империясында, Араб халифаты, Мәмлүк сұлтанатында, Қытайда, Үндістанда қызмет жасаған. Пәкістандағы Орду тіледі әскери элитаны құраған орда әскерден пайда болған. Тіпті Осман империясында қазақ жерінен келген жендеттер қызмет жасайтын. 1402 жылы Анкара шайқасында түркі жендеттері біз бауырларымызбен соғыспаймыз деп Баязидті тастап Әмір Темір әскеріне қосылып кеткен болатын. Бұл видеода мен мәмлүктердің қалай пайда болғандығын, қандай ерлік жасағандығын және неге арабтар қазақ жеріндегі жауынгерлерді жоғары бағалап қызыққандығын, сондай-ақ неге Осман империясы 19 ғасырда мәмлүктерді толық қырып тастағандығы жайлы айтатын боламын. Арабтар Византияның көптеген аумағын және қуатты Сасанидтік Иранды басып алумен орасан зор араб халифатының негізін салды. Арабтардың экспансиясы бірнеше ғасырға жалғасып, дін үшін соғыс деген ұстаныммен көптеген аумаққа ықпал етті. Бірақ арада бірнеше ғасыр өтіп, арабтар соғыстан көрі ғылым білімге көп назар аударып, өздері жаулап алған аумақтың жемісін көргісі келді. Бірақ та бұрынғы жерлері мен христиан дінінің ықпалын қайтаруды көздеген Европа кресшілері мен Византия империясы үлкен қауіп төндіріп кресш жорықтарын бастады. Ал арабтар толассыз соғыстардан шаршап, олардың бетін қайтару үшін тұрақты әскерге мұқтаж болған. Оларға бұндай жағдайды ұйымдастырып беріп, әрдайым соғысуға дайын болатын түркілер бар болатын. Арабтар Орта Азияға келіп, түркілермен соғысқанда қолға түскен түркі жауынгерлеріне қатты қызығатын. Кейінгі әмірлер мен халифтар кімнің әскерінде түркілер көп болады деп жарысатын болды. Бұл дәстүр ұзақ уақыт жалғасып, әсіресе Мысырда қыпшақтар өте жоғары бағаланды. Соғыс үшін қолданылатын жауынгерлерді мәмлүктер деп атайтын. Мысырда Салахаддиннің мұрагерлері Аюбидтер әулеті билік ететін. 1250 жылы Айбек бастаған мәмлүктер Аюбидтерден билікті тартып алды. Олар суландық мәмлүктерді де талқандап, бар билікті өз қолдарына алды. Билік Ануштигин Хорезмшах әулетінен шыққан Сайф-ид-Дин Құтыздың қолына өткенде ол Бейбарыспен араздасып қалды. Бейбарыс пен Бахриттік мәмлүктер Құтыздың зиян келтіруінен сескеніп, Каирдан кетуге мәжбүр болды. Бейбарыс Құтыздың билігін мойындамай, Мысырға 2 рет жасаған жорығы сәтсіз аяқталды. Сол кезде Кетбұқа бастаған кәпір түркілер жолындағыларының бәрін қиратып, Мысырға жақындап қалған болатын. Құтыз сонда қазіргі уақытта Дияр Бекір мен Сирия жылап жатыр. Бағдат пен Румға дейінгі аумақтар қаңырап бос қалды. Егер де біз түркілерге қарсы бас көтермесек, Мысырда басқалар сияқты жақын уақытта қирайды. Біздің елімізге келген бұл адамдарға 3 түрлі бағыттардың бірін ұстануымыз керек. Бітім сұраймыз, не жауласамыз, болмаса отанымызды тастап басқа елге көшіп кетеміз. Одан да бәріміз бірігіп жұмыла соғысайық, біздің талпынып жүргеніміз осы ғой деп Бейбарыспен одақтасып Кетбұқа бастаған кәпір түркілерге қарсы тұрды. Жолындағының бәрін астан-кестен шығарып келген түркілерді 1260 жылы Құтыз бен Бейбарыс бастаған мұсылман әскерлері Айн-Жалут шайқасында талқандады. Құтыз Бейбарысқа Дамаск қаласын басқаруға уәде еткен болатын, бірақ сөзінде тұрмай басқа адамға берді. Мысырға қайта жолда Газа аймағына өтіп бара жатып аңшылыққа шыққанда Бейбарыс пен Балабан ар-Рашиди келісе отырып Құтызды өлтіріп тастап, Мысыр билігін Бейбарыс өз қолына алды. Бейбарыстың басшылығымен мәмлүктер 7-ші кресш жорығын тас-талқан етіп жеңіп, француз королін тұтқындап еліне қайтару үшін ауыр салық төлеттірді. Бейбарыс Мысыр мен Сирияның сұлтаны болғанда үлкен жұмыстар атқарды. Ол каналдар салдыртып, оқу білімге қатты назар аударды. Мұсылман әлемін кәпір түркілер мен Европа кресшілерден сәтті түрде қорғап шығып, соғыстың атасы деген атақ алды. Алтын Орда ханы Беркемен одақ құрып, олардың Илхан мемлекетімен араздығын тиімді пайдаланды. 1262 жылы Антиохия аумағында шапқыншылық ұйымдастырып, 1263 жылы Бейбарыстың басшылығымен Тир, Тигр, Триопилді шапты. Хулағуға көмектескен үшін Арменияны аяусыз қырғынға ұшыратты. 1266 жылы Бейбарыс Сафед қамал Тамплиер рыцарларынан өз қолына алды. Одан әрі Библ қаласы мен Торон қамалын басып алды. 1268 жылы Бейбарыс Яфа мен Тамплиерлер бекінісі Буфорды басып алды. Бейбарыс жорықтары өте сәтті өткені сонша, ол христиан елдерінің рыцарларын бірінен соң бірін талқандап, қалаларын басып алды.
қала халқының бір бөлігін қырып тастап қалғанын құлдыққа сатып жіберетін. 1277 жылы Хулағу құрған Илхан мемлекетінің әскерлерін Анатолияда тағы да тасталқан шығарып кетті. Қыпшақтар билік еткен тұста Египет әскері жеңіс дәмін ұзағынан татып, күрес жорықтарын тоқтатып өте мықты мемлекеттердің қатарынан болды. Дегенмен 1377 жылы көтеріліс басталып, 1382 жылы қыпшақтардан билікті Черкес, Кавказ халықтары тартып алды. Кавказдықтар билікке келгелі Мәмлүк сұлтанаты айтарлықтай ірі жеңістерге жеткен жоқ. Биліктегі черкестіктер өте тәкаппар болғаны айтылады. Олар қыпшақтар ұзақ жылдар үйретіп кеткен атпен соғысу тактикасын қолданып өз жерлерін қорғап келді. Пушкалар шыққанда черкестер пушка нағыз еркектердің қаруы емес деп игеруден бас тартуы өте үлкен қателік болды. Мәмлүктермен одақтасуды қалаған Осман империясы көп рет көмек қолын созса да, мәмлүктер Осман империясының жауларымен одақтасып зиян келтірді. Пушкаларды өте жоғары деңгейде үйреніп алған османдар Селим Явуздың басшылығымен Мәмлүк атты әскерлерін талқандап, 1517 жылы Мәмлүк сұлтанатын жаулап алып, өз билігін орнатты. 1798 жылы Наполеон пирамида шайқасында мәмлүктерді ойсырата жеңді. 1811 жылы Осман империясының уәкілі Мұхаммед Али мәмлүктерді тойлаймыз деп шақырып алып, қырып тастады. Мәмлүктердің бір бөлігі Суданға қашып кетті. 1820 жылы Мұхаммед Али әскері Суданға басып кіріп, жасырынып жүрген мәмлүктерді тегіс қырып салды. Мұхаммед Алидің мәмлүктерді қырып жіберу себебі олар оның билік етуіне кедергі келтіріп отыратын. Қорытындылап айтқанда, арабтар қазақ даласынан түркілерді бірнеше ғасыр бойы әскер ретінде қолдану үшін алып кетіп отырды. Түркі қыпшақтар соғыс жағдайда жойқын соғысумен қатар дарынды қолбасшы да бола білді. Ақыры көбейіп, арабтардың билігін өз қолдарына алып ұзақ жылдар басқарды. Олардың қадірін түсінбей қыпшақтардың билігін құлатқанда, билікке кавказдық мәмлүктер келді. Қыпшақтар билік еткен тұста Мәмлүк сұлтанаты әлемдегі ең мықты мемлекеттердің бірі болып толассыз жеңістерге жеткен еді. Кавказ черкестер билікке келгенде Мәмлүк сұлтанаты масқара жеңістерден көз ашпады. Сондай-ақ олар Осман империясының әлсірегенін пайдаланып, Мысыр билігін өз қолдарына алып жеке дара басқаруға ұмтылды. Сол үшін 19 ғасырда Осман түріктері олардың түбіне жетті. Видеоны лайк басып, жаңа видео жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.